Кешіміз жарық болсын, ассалаумағалейкум қазақ ел, армысыздар. Ар болыңыздар, бар болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, бақыттың базарында, Алланың назарында болыңыздар. Мынау қазақ тілі көшесі. Қазақ тілі көшесі болса керемет қой ол. Жарайды, ол қазақ тілі көшесі негізінде тіл атына ешқандай мемлекетте көше берілмейді екен. Біздің ғана Қазақстанда бар екен. Өйткені біздің Қазақстан ол көпұлтты мемлекет, біз деп төсімізді сабаймыз. Соның үшін көпұлтты мемлекеттер, біз сондай қазақ, біз қонақ жайлымыз дейміз да, бірақ сол қонақ жайлығымыздың арқамызда төбемізге түсіп жатқан жерлер де бар. Соның үшін бая қазақ тілі көшесін алады да, бұлар өз берген 7-8 үй, кішкентай ғана үйге ғана беріп қойған. 7-8 үй қазақ тілі көшесі берілмесін. Жарайдан берген екен, бірақ соны тұрғанда не қылған? Перевод қылып орысшалап жазған. Ол перевод былай емес. Енді мазақ есебінде қазақ тілі, ол басқа нәрсеге жауап беріп кетеді. Тіптен оны аудармасына бала қарасаң, ол тіптен басқа нәрсе болып кетеді. Енді соны барып енді өзгерту десек, ол бұл жердегі құзырлы органға не басқаға қатысы жоқ оның дейді. Сол жердегі жер үйде тұратын адамдар өздері ғана ауыстыра алады екен. Ал біздер көше сұрасақ, ондай болмайды. Ол кезде ар жақтан жоғарыдан рұқсат сұрау керек болады. Білмеймін, бұл жерлерге түсінбеймін, енді саясат шығар мүмкін. Енді мен өзім ғой саясатқа онша кіріспеймін деп уәде бергенмін, соның үшін енді жарайды, оны қала берсін. Енді оны барып айтып кетті, бір айдан кейін қазақ тілі қылып дұрыс қылып жазылуын сол үйдің егелеріне талап беріп кеттік деді. Бір айдан кейін барып көреміз. Мен де ертең барып түсіремін. Содан кейін бір айдан кейін мен де барып хабар аламын. Аламандығын берсін. Қазақ көшелері көп болсын, бірақ дегенмен де мазақ болып, мазақ көшелерден Алла сақтасын. Бір болайық қазағым. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Біріміздің сөзімізді біріміз көтеріп жүрсек, алға шығып кетеміз негізінде. Алла амандығын берсін. Мен сендермен біргемін әрқашан.